Менің сүйікті атам Айдаров Қыдырбай 1922 жылы Алматы облысы Нарынқол ауданы Қақпақ ауылында дүниеге келген. 1941 жылы 19 жасында Кеңес одағы әскерінің қатарына шақырылып, Ұлы Отан соғысына аттанған. Мені осым бастап соғыс басталды. Елдің бәрі соғыс үшін, азаттық үшін, бостандық үшін деп бірінен кейін бірін соғысқа алып жатты. Мен 1941 жылы 18 декабрьде Совет армиясының қатарына алындым. Аудандық комсомол комитетінде істеп жүрген кезде, онда қысқартты да, сол 19 жастағы кезім еді. 1941 жылы 18 декабрьде мен 19 жастағы кезім, сонымен Совет армиясының қатарына. Неміс фашистеріне қарсы соғыста Калинин майданы және 3-ші Балтық майданы әскерлерінің қатарында шайқасқан. Кейіннен Германияға қарсы майданда аяқтап, шығыстағы Жапония империалистеріне қарсы соғысқа да қатысқан. Бұл соғыстардағы көрсеткен ерліктері үшін ол Кеңес одағының батырлығы үшін медалімен және 2 мәрте Ұлы Отан соғыс орденінің иегері болды. Сонымен қатар 1941-1945 жылдары Германияны жеңген үшін және 1945 жылы Жапонияны жеңген үшін медальдармен де марапатталған. Жапонияға қарсы соғыста ауыр жарақат алып, 9 ай бойы әскери госпитальде емделген. 1947 жылы әскери борышын тамамдап, абыроймен туған өлкесіне оралған. Соғыстан кейінгі жылдары колхоздық, аудандық, партия комитетінде беделді қызметтер атқарған. 1959 жылдан бастап мамандығы бойынша ұстаздық жұмысқа ауысып, 30 жыл бойы мұғалімдік және оқу ағартушылық қызметтерінде абыроймен өткерген. Зейнетке шыққан соң Алматы қаласына көшіп, көп жылдар бойы қалалық ардагерлер кеңесінің мүшесі болды. Қоғамдық жұмыстарына белсенді қатысып отырған. Ерен еңбектері үшін республикалық ардагерлер кеңесінің мақтау қағаздарымен марапатталған. Нарынқол ауданына сіңірген еңбектері үшін Райымбек ауданының құрметті азаматы атағы берілген. Қыдырбай атамыздың асыл жары Оспан қызы Айымбала анамызда тыл ардагері. Мен соғыс басталғанда 10 жаста едім, 31 жыл туғанмын. Біз мектепке оқуға барғаннан кейін-ақ егістіктің арам шөбін жұлып, тыныштық көргеніміз жоғылғы жұмыс істеумен болдық. Ал сонан кейін демалыс күндері тұлықтасқа міндесе атқа мініп тұлықтас жектік. Арық қаз десе арық қаздық. Қазіргі балалар сияқты демалу деген о кезде бізде болған жоқ. Демалыстың екенін білгеніміз жоқ. Сөйтіп еңбек еттік. Біз әйтеуір міне енді заман тыныштық болған заманда пенсиямызды алып бала-шағаның арқасында қазір демалып отырмыз. Ешқашан соғыс болмасын, тыныштық болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, бала-шаға аман болсын, солардың қызығын көрейік. Олар 67 жыл бойы баянды өмір кешіп, өнегелі ұл қыздар өсіріп, 9 немере, 18 шөбере тәрбиелеп, үлкен қара шаңырақ иесі болды. Амал қанша 2015 жылы атамыз Айдаров Қыдырбай 93 жасында дүниеден өтті. Батыр атамыздың соғыс жылдарында көрсеткен ерен ерлігін біз ұрпақтары әрқашан мақтан тұтамыз және де ешқашан ұмытпаймыз. Келмей-ақ қойсын, ол қиыншылық сендердің бастарыңа келмейсін. Біздің заманымыз сол қиыншылықпен, аштықпен, жалаңаштықпен, қиыншылықта оқыдық, қиыншылықты бастан өткізіп, соғысқа аттандық. Соғыстың қанды, сұрапыл соғыстан бастан өткізіп, оның қиыншылығының барын көрдік.